Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ең дәмді ерекше салаттардың бірі осенний салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен көкөністерді жуып тазалап аламыз. Барлығын мөлшерін, килограммын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Бізге орташа көлемдегі капуста қажет болады. Мен 5 литрге жуықтап жасайтын боламын. Одан көп жасайтын болсаңыз, осы мөлшерін көбейтіп жасауыңызға болады. Капустаның жұмсақ жерін аламыз. Жіп-жіңішке жұп-жұқа етіп турап алып, үлкен ыдысқа саламыз. Болгар бұрышының 900 граммдай алдым, ұзыншалап турап аламыз. Қиярды да қиғашынан дөңгелектеп тураймыз. Қызанақтың қатты суы емес, құрақтау түрін сопақтауын қолданған дұрыс. Қызанақты да қиғашынан турап аламыз. Сәбізді тек жұмсақ бөлігін ғана каре үкішінен өткізіп аламыз. Қатты жерін қоспаймыз. Енді сарымсақты ұсақтап тураймыз. Кинза петрушканы да ұсақтап турап саламыз. Барлығын 1 килограммға жеткізбей, көкөністерді 1 килограммға жеткізбей қолданасыздар. Барлығын бір ыдысқа жинақтаймыз. Тұз саламыз. Аспиринді ұнтақтап саласыздар. Аспирин салмасаңыздар атылып кетеді. Уксус құймаймыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ыстық сұйық майды қыздырып құямыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Банка крышкалар алдын ала стерильдеп аламыз. Стерильденген банкаларымызға қолдың көмегімен нығыздап саламыз. Түбіндегі суын банканың үстіне құйып жібереміз. Крышкасын жауып, үлкен кастрюльге майлық салып банкаларды орналастырамыз. Ішіне су құйып қайнатамыз. Қайнағаннан бастап 30 минут қайнау керек. 30 минут қайнап өткен соң бәрін шығарып алып, крышкасын мықтап жабамыз. Егер 2 литр қолдансаңыздар, 45 минут қайнатасыздар.
Салатымыз өте дәмді болып шықты. Ас болсын. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.